Раулбеков Рауан мен Айгүл бүгінде қадамын енді басып келе жатқан шағын бизнестің иелері. Екеуі де бірінші топтағы мүгедектер. Тағдырдың тастай жұдырығы тигенімен еңселерін тік ұстап, еңіске емес өрге тырмысқан жұп өзге жандарға да көмектесудің ретін тапты. 2018 жылдың сәуірінде ерлі зайыпты Раулбековтар сән салоны деген мақсатта салынған жер учаскесін сатып алады. Бизнес тұрғысынан мол табыс берер нысан болғанымен, жоспарын өзгертіп, мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған оңалту орталығының құрылысын бастадық дейді олар. Ем іздеген жандарға көмек беретін Қайсар оңалту орталығы осылайша өз жұмысын бастады. Бізде осы оңалту орталығымызда өзіміздің методикамыз пайда болды. Неге десеңіз, біз өзімізді мүгедекпіз ғой. Бірнеше жыл болған, например, 19 жылдай болды ма. 2001-2002-де мен өзім Украинада, Крымда, ол кезде Украина еді, Россия емес. 2 жылдай сояқта тәжірибе жинап келгем. Сол өте көмектесті. Потому что бұл өте ауыр жарақат қой. Омыртқа жана ішінде жұлын деген. Бүгінде оңалту орталығынан өз аймағымыздан бөлек Батыс Қазақстан, Түркістан, Қызылорда, Қостанай өңірлерінен келген науқастарды көруге болады. Тірек қимыл аппараты зақымданған жандарға арнайы 20 оңалту жаттықтыру аппараттары дайындалды. Айта кету керек, құрал жабдықтың барлығы орталық жанындағы цехта арнайы жасалады. Мүгедектердің әрбір мүмкіндігін ескере отырып дайындалған. Қайсар оңалту орталығының басты ұраны зақым келтірмеу. Алған жарақатына байланысты науқастар жеке бағдарламамен жұмыс істейді, және оларға жаттығу нәтиже бергенше көмектесеміз дейді мамандар. Әдетте таңертеңгі күш жұмсайтын жаттығулардан соң түстен кейінгі уақытта науқастар массаж процедураларынан өтеді. Мұнда өте ауыр физикалық формадағы жандар да келеді, бірақ көмексіз кеткен ешкім жоқ. Барлығы да мамандардың қарауында болады. Жақсы нәтижелер болады десін естіп осы жаққа келіп отырмын. Өзім бір айдай болып болды осы жаққа келіп айналысып жатқаныма жаттығу жасап. Нәтижелер жаман емес, жайлап болып отыр. Бел ұстап, аяқтар, бұлшықеттер қатайып, жайлап болып жатыр. Сол енді ары қарай тағы 3-4 ай болсақ мүмкін үйге кеткенде бір аяққа тұрып кетеміз дегенде мен жайлап заниматься етіп отырмын. Отбасы иесі Раулбеков Рауан құрылыс жұмыстары мен жаттықтыру аппараттарының жеткізіліміне жауап берсе, ошақ иесі Айгүлдің жауапкершілігінде оңалту орталығының ішкі жұмыстары. Орталықтың әкімшілік қызметін мойнына алған. Бірақ ең бастысы біздің адал ниетіміз бен шынайы көмегіміз дейді олар. Бір жарымызға шипа іздеп келдік. Рауан атты, мына Айгүл атты балаларыма көп рахмет, алғысым шексіз. Алла бұларға да шипасын берсін, бізге де шипасын берсін.